Естің ба, пәленшенің баласы оқуға кіріпті. Бюджет дейді. Және өсек па? Әдетте өсек айтқанда түрк тілінде geçmiş hikaye zamanı, яғни мыш қосымшасыны қосқан халда әмелге асырылады. Яғни бұл іс-әрекетте сен қатынаспайсың. Сен біреуден естіп, біреуге айтып бересің бұны. Бұл өсек қой? Енді мен не деп айттым саған? Өсек десем, сен сенбейсің. Бұл заманның әммесі де өсек емес. Мәселен, ертеклер бiri varmış, biri yokmuş деп басылғанның бәрі geçmiş hikaye zamanına кіреді. Бұл hikaye zamanında сіз қатынасуыңыз мүмкін әлбетте. Мәселен, біз бұны sonradan farkındalık diyoruz. Yani іс-әрекетте сіз қатынасасыз, бірақ кейіннен есеп қалуыңыз мүмкін. Кейіннен farkına баруыңыз мүмкін. Mesela, ben cüzdanımı evde unutmuşum. Geçmiş hikaye zamanı дауыс гармониясына әмел қылады. Яғни мұш, миш, мұш, мүшке өзгеруі мүмкін. Һәм банкі басып, һәм тема түсіндірген қалай кетті?